Эй, Төреғали деді. Сен Қызылордан позор қылып жүрген адамсың, білесің ба, деп айқайлады. Бәрі естіп отыр. Мен намысыма тиіп кеттім, менде де намыс бар ағайын. Мен де жігіттім, мен де басымнан сөз асырғанды жақсы көрмеймін. Кесем десе кесіп алсын басымды, бірақ мен бастан сөз асырғанды қатты жақсы көрмеймін. Сосын айттым, ей көке, Қызылорданың намысын сіз ба жыртып жүрген, мен ба? Мен Қызылорданыкімін, сен Қызылордан позор қылып жүрсің, деп аузына келген аталап боқтап кетті. Кеткен жоқ, мен кетті. Неге десеңіз, сондай болып атқан тым жақсы концерттің шырқын бұзды. Сіздер ол кісінің айқайлағанын көрген жоқсыздар. Неге? Өйткені видеоны мені қаралау мақсатында шыққаннан кейін, мені табалау мақсатында шыққан видео болғаннан кейін, ол адам өз мақсатына жетті да.